Phrasmo.js қосымшасы қалай жұмыс жасайды? Ең алдымен біз сілтемеге басамыз. Сілтеменің ішінде бізге дайын APK файл тұрады, және де бұл файлды жүктейміз. Кейін жүктелген файлды ашсақ, Phrasmo.js қосымшасын қондыруға болады. Қондырылған жаңа қосымшаға тікелей кіреміз. Phrasmo.js фразеологизм мен эмодзи зертханасы. Бұны қалай қосу керек? Пернетақталар бөлімінен біз рұқсат береміз. Кейін Phrasmo.js қосымшасын таңдаймыз. Және пернетақтаны таңдау бөлімінде Phrasmo.js-ті таңдап, WhatsApp-қа кіреміз. Яғни бізде дайын Phrasmo.js пернетақтасы ашылады. Бұл жерден жүзіктің көзіне өткенде секілді фразеологизмді таңдаймыз. Немесе жүрек эмодзимен жүрек қалады деген фразеологизм шығады. Яғни space пен enter арқылы пробел басып немесе кетіруге болады. Оған қоса ең шеткі батырманы бассақ, бұл бізді қайтадан пернетақтамызға әкеледі. Бұл жерде біздің админ панеліміз бар. Бұл админ панельге кіру үшін Firebase арқылы өзіміздің аккаунтымызға кіреміз. Яғни бұл тек қосымшаны әзірлеушілерге арналған панель. Біз Firebase Store'ды таңдаймыз. Бұл жерде фразеологизмдердің жинағы тұрады. Яғни Emoji Pairs бөлімінен барлық фразеологизмдерімізді көре аламыз. Және де фразеологизмді өзгертіп, астындағы эмодзиін де ауыстыруға болады. Кейін Add документ арқылы біз жаңа фразеологизм мен эмодзиді енгізе аламыз. Астыңғы бөлімінде жобамыз туралы жалпы ақпарат қамтылған.